Ассалаумағалейкум қазақ бауырлар, амансыздар ма? Қалай жағдайларыңыз? Қайырлы таң баршаңызға. Мен мынау өзім білесіздер ғой, енді арасында білетіндер бар ғой. Мен YouTube каналында блогермін, тем более анау мал жағынан түсіремін. Тем более ана мал жағынан, асыл тұқымды мал, или болмаса былай малдар түсіріп салам. Шымкент мал базар Нұрлыбек ТВ деп жазса шығады ғой каналдан. Қазір мен көп малдар көрем, не қылам ғой. Әсіресе анау қойлар, нелер жаман қымбат болып жатыр ғой. Ет қымбат. Түсінем, ет қымбат та, бірақ сендердің қойларың бар ма? Еттің бағасынан қымбат қой, білесіңдер ма? Мен сізге былай айтып берейін да, мен өзім де былай мал сойып, мал неғылып жүрген адаммын да. Мен өзім мысалға былай көзбен жобамен сырат білем ғой, қай бағада шығады нан еті, қай неге сумаға барады, оның бәрін білем да мен. Бұл білмейтіндер көп қазақтардың ше, мысалға көбісі білмейді ғой, мысалы бүйтіп айтқанда. Енді айтқанда өкімет тарапы жеп атқаны аздайды халықты ше. Енді халықты халық алдап жүргеніне бір ашынып айтып атында оны ше. Міне мысалға мен саған мысал келтіріп көрсетейінші. Мысалға бір жасар қошқарларың, мысалға да, мысалға бүйтіп жақсылап баққанның өзі, үйті бидаймен бақсаң, ауыр салмақ береді. Бір жасар қошқарлар патологы 40 кило берер, 41 кило берер. Енді ана мисар болмаса ше, арашан дегендер болмаса, бұлай андайлар патологы 35, 37, 40-қа барады. Нет. Бидай жеген болса, үйті егерде кебекпен тұрса, ол салмаққа бармайды олар. Қайда 30 килоға да жетпей қалады. Сол үшін айтатыным сіздерге ше, халықты ет қымбат деп неғып атса, мысалға мен сізге бір жасар қошқарды 40 килоға есептеп берейікші. 40 килоң қанша? Мысалға 2900-дан болғанның өзінде 116 мың болып тұр ма? 116 мың теңге болады. Бір жасар қошқарларыңда етпен шаққанда, таза ет 40 кило шыққанның өзінде мысалы 116 мың теңге болады. Абылайынша оны базарда көрсеңдер 170, бордақланғандарды 170, 200, 160, 150 деп тұрсыздар да, шілей андай қып тұрсыздар, құнығып тұрсыздар. Еттің бағасынан көп болып кетті. Еттің бағасы немесе сонда 3,5 мыңнан болып кетті ме, 4 мыңнан болып кетті ме, не болып кетті өздерің. Қасапшылардан асаң өзі шілей ондай қылып алмайсың ғой, мысалға бағаны. Енді есептеңдер да, мысалы қаншама халқымыз мысалға жұмысы жоқ, несі жоқ, мысалға ет жегісі келеді, ет алайын десе уже жағдай болмай баратыр оғанша. Сол үшін халықты да ойлайық, ағайындар. Мен де сендер сияқты қасапшымын. Қойларды бүйтіп бір қараймын да, артқы жағынан бір бүйтіп көтеремін да тастаймын. Уже қанша кило шығатынын мен білем өзі да, мысалға көп адам білмейді. Сол үшін ағайындар, алданбаңыздар. Базарға барып, ет қымбат қой деп қымбатқа аласыздар да, келесіздер, соясыздар да, соны кейін таразға тартып көріңіздер, алған бағаңызға шыға ма, шықпай ма? Қайда төмен болып қалады. Мысалға мен сасетімді айтып берейін. Былтыр бір тана алды, енді былтырғы бағамен есептегенде бір тана алды. Тана болғанда қалай? 4-5 айлықта, короче. Соны әкеп сойып алды, еті жақсы сойып алды, 65 кило берді. Бірақ 80 мың теңгеге алды, соны 80 мың теңгеге алды, 65 кило болып шықты. Енді есептеңіздер, мысалға қараңдар да, 65 кило қанша болады? Мысалға 120-130 мың теңгеге ақша болып тұр. Көрдің бе? Етпен ұтып тұр да ол. Бізді қазір қараңдар. Енді қараңдар, наоборот, етіңнен қымбат болып, ақшасы етіңнен қымбат болып кетіп жатыр да, мысалға. Ол болмайды негізінде ағайындар. Шілей қымбат қылып жіберіп жатсыздар, халықтар ет жей алмай қалады, бүйтіп жүрсеңіздер. Өзге елдерге сатып жатсыздар, болмайтын ақшаға. Өзіміздің халықтарға жегізіп жатсыңдар ғой, жегізіп. Өкіметтің жегізіп жатқан аздай ет, сендер жегізіп жатсыңдар ғой, өзі қойсаңдар сондайларың, ағайындар, халықтың да шамасы жетсін. Мысалға өткенде мен бір братан бар, енді братан болғанда ауылдас братан да, 78 бе сондай. Маған бір қошқары бар екен, 2 жасар. Маған Нұреке 250 деп тұрмын, 230 болса саған берем, анау мынау деді. Мен айттым, братан дедім, мен мына қошқарымды алмаймын дедім, мен өзімді қойым жетеді дедім, бірақ дедім, не аламын мен бұны дедім. Тем более мына ол бағаға бармайды, патолог 130 мың болар деп айттым мынауың дедім. Қазір мына етке соятын болсам, одан да асып кетеді, анау мынау деп. Менімен спорласып тұрды. Мен өзім бала кезімнен мал ұстап келген адаммын да.
менің неғып жегізгісі келіп тұр да. Алмай қойды. Ол, короче, 250-ге, 230-ға ешкім алмай қойды. Ақымағымыз ғой, 230, 250-ге орын, мыңға тай аласың ғой, мыңға тай аласың ғой, не қыласың қошқарды. Сөйтті да, анау біз жақта бір кафе бар, кафемен сөйлесіп, сойып берді. Короче, 2900-ден сойып берді. Соны кейін не қылды, жаңағы 40 кило шықты. 216 мың теңге болды. 116 мың теңге болды. То есть 116 мың теңге болды да. Сөйтіп айттым, братан дедім, мен саған айттым ба дедім, 130 патологы болады дедім. 116 мың шықты ма дедім. Да, Нұрлыбек, сен біледі екенсің. Мен көптен бері мал ұстамаймын, сен баяғыдан ұстап келген адамсың ғой дейді да маған. Міне, көрдіңдер ме? Мен айтайын деген себебім, мен сіздерге айтайын деген бұл әңгіме не үшін айтып жатыр деп ойламаңыздар. Мен просто осындай мал сатып жатқан ағайындарға айтам. Өкіметтің жегізіп жатқан аздай еді. Сендер жегізбеңдерші ағайындар. Өтініш. Өздерің есептеп қараңдаршы, бүйтіп примерно білесіңдер ғой, өздерің не жем беріп жатсыңдар, примерно қанша келі шығады, нысап сайын береке деп, чуть-чуть бүйтіп қойып алсаңдаршы, алған адамды ұтылып қалмасын, ертең пәлен ақшаға ұтылып қалады деп. Ауыздарыңды ашасыңдар, келесіңдер. Ана қозылы қойлар бүйтесіңдер. Қозысы бар дейсің. Қозыны өсіру үшін бар ма? Күзге шейін пейнет қыласың, өсіресің оны, бағасын. Енесін сойшы соны. Қозысы еніп тастаған. Патолог 19, 20, 22 кило ет береді жолым. Ал 3000-нің өзіне есептеш қанша мың болады? Оны 100 мың, 120 мың, 130 мың деп қойыпсыңдар, қозылы қойды. Ондай шықпайды ғой. Ал қозысы бар, ол қозыны өсіру үшін ақша керек, пейнет керек, күн астында жаяды оны алған адам. Сол үшін үйтіп жегізе бермеңдер, халықты ағайындар. Менде де сендер сияқты мал ұстаймын, менде де мал бар, Аллаға шүкір. Сиыр да ұстаймын, жылқы да ұстаймын, қой да ұстаймын мен. Халықты жегізе бермейік, ағайындар. Сау саламат болыңыздар, ағайындар, аман болыңыздар. Өкіметтің жегізіп отқан аздай, енді халық жегізген, шілейді сапсайын берек. Надан кейін өкіметке қалай ренжисіңдер, ағайындар, қараңдыш. Халықтың өзі халықты алдап отқан екен, өкіметке не деп ренжисіңдер? Дұрыс па? Шілей ондай не болмайды да, напас болмайды да. Ақша деп өліп кетпейік, құнығып кетпейік, ағайындар. Бәріміз сыйластықтан ақшаны артық көріп кеттік қой. Сау саламат болыңыздар, ағайындар.